Қайырлы кеш қыздар. Бүгін біз сіздермен блинчики жасайтын боламыз. Өте бір жасағаннан шығатын, мүлдем жасай алмайтын, қыздардың өзі жасай алатындай рецептпен бөлісетін боламын. Менімен соңына дейін болыңыздар. Біз ең бірінші 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Кішкене тұз себелейміз. Және де 4 ас қасық қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Венчикпен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып, сосын ұнымызды сүтімізбен араластырып, бірінен соң бірін салып отыратын боламыз. Сол кезде бізде блинчигіміз өте керемет болып шығатын болады, және де түйіршіктер қалмайтын болады. Мен 2 қасық ұн саламында араластырып, жақсылап бір массаға келтіріп аламын. Сосын азғантай сүт құямын, тағы да ұн, тағы да сүт, бірінен соң бірін кезекпен салып араластырсаңыздар, сіздерде өте әдемі, өте сәтті рецепт шығатын болады. Достар, менің каналыма жазылып, комментария жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Әлі алда бұдан да керемет рецептер шығатын болады. Мінекей, ұнымыздың соңғысын салып, жақсылап бір масса болғанға дейін түйіршіктер қалмайтындай араластырып алдық. Мінекей, массамыз дайын. Енді бізге 1 стакан қайнаған су керек болады. Суымызды ыдысқа құйып, массамызға құйып, жақсылап араластырамыз. Тез-тез жылдамдықта араластырыңыздар. Біздің жұмыртқамыз пісіп қалмауы керек. 2 ас қасық сұйық майымызды қосып та жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын. Осындай консистенцияда болып шығуы керек. Енді табамыздың астын жағып, орташа отта жағып аламыз. Табамызды қойып, шамал қыздырамыз. Мен жарты картопты ашып, майға батырып, табаның бетіне жақсылап жағып алдым. Осылай жасасаңыздар, табаларыңыз жақсы майланады, және де қазір блинчик пісірген кезде жабысып қалмайтын болады астына. Мінекей, біз блинчиктарымызды пісіріп бастадық. Осылай әдеміреп құйып жасауға әрекет қылыңыздар, өйткені блинчиктарыңыздың әдем болып пісуі ол сіздердің құюларыңызға да байланысты болады. Сосын қыздар, менен бір кішігірім лайфхак деймін ба, білмедім. Блинчикті осылай пісіретін кезде қолдарыңызға перчатка киіп алсаңыздар, ол өте ыңғайлы болады. Бұлай 2 бетін алмастырған кезде қолымызбен бәрібір ұстаймыз ғой, сол кезде қолдарыңыз бірден күймейтін болады. Беймарал 2 бетін бір-біріне алмастыра бересіздер. Мінекей, бірінен кейін бірін осындай әдемілеп құйып жақсылап жасай береміз. Сосын достар, маған тіркеліп кетіңіздер. Әлі алда өте көп рецепттер салатын боламын. Мінекей, жан-жаны сарғая бастағаннан осылай алмастырыңыздар. Ал екінші беті өте тез піседі. Мінекей, пісіп қалды уже. Ешқандай жасай алмайтын қыздардың өзінің бір жасағаннан шығатын рецепт болады. Жасап көріңіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, әрі жылдам дайын болатын блинчиктер. Балаларыңызға таңғы асқа дайындап берсеңіздер де болады. Өте дәмді, балдарыңыз сүйіп жейтін болады. Тіптен ажурный болып шығатын блинчик болады бұл.
біздің блинчиктарымыз осылай бірінен кейін бірін әдемілеп пісіріп алыңыздар. Міне блинчиктарымыз біздің дайын, өте әдемі болып пісіп шықты. Бұл қазір ең соңғы блинчигіміз. Мінекей достар, блинчиктеріміз өте әдемі, өте жаңағындай жұмсақ, жыртылмайтын болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін, дайындап көріңіздер. Мінекей мына жерде көрсетіп жатырмын, қалай қолға мыжса да жыртылмайды, мыжылмайды, өте әдемі болып шықты. Сосын ортасына кез келген салма сала бересіздер. Етті салма, жаңағындай варенье, сгущенка, барлығын сала берсеңіздер болады. Менімен соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі рецептте кездескенше сау болыңыздар.